Көктем келді. Бұл мезгілде табиғат қана емес, адам ағзасындағы жасушалар да жаңара бастайды. Сондықтан иммунитетіңіз төмендеп, бойыңыздан әлсіздікті сезінесіз. Мұндайда құнарлы тамақтану маңызды. Алайда құнарлы тағам десе ең алдымен қуырылған, майлы тағамдарды елестетеміз. Ал диетолог маман мұның дұрыс емес екенін айтады. Алда көктем келе жатыр. Сонымен бөлек адамдарда гиповитаминоз және де иммунитеттің төмендеуі байқалады. Сондықтан адамдар көптеген құнарлы тағамдарды жеуге бейім болады. Бірақ құнарлы тағам дегенде олар майлы және фастфудтарды елестетеді, бірақ ол дұрыс емес. Оның орнына сіздерге омега-3 пен бай тағамдарды ұсынғым келеді. Олар жаңағы уылдырық, балықтан жасалған және жұмыртқадан жасалған тағамдар, және де көптеген майлар, соның ішінде оливковое масло дейді, және де түрлі рапсовый дейді, осындай майларды қолдансаңыздар, және де иммунитет төмендеген кезде көптеген С витаминінен жасалған жидектердің сусындарын ішуге кеңес беремін. Оларға итмұрын, қарақат және де басқа облепиха деп жатамыз, солардан жасалған сусындар ішсеңіз болады. Ағзаға қажетті дәрумендердің орнын толтыру үшін ас мәзірі қандай болғаны дұрыс? Менюңыз әртүрлі тағамдардан құралу керек, яғни жануар тағамдарымен бөлек өсімдік тағамдарын да қосуды ұмытпаңыздар. Және де бұл кезде витаминдер және минералдар көптеген жеміс-жидектерде болмауы мүмкін, себебі олар жылыжайда өседі. Сондықтан оның орнын дәнді дақылдармен, және дәндер, тұқымдармен, және кептірілген жеміс-жидектермен толтыруыңызға болады. Және ең бастысы осы иммунитеттің 70-80% бұл асқазанда болғандықтан, сіз асқазанның микробиомасын жақсартатын тамақтарды жеңіз керек. Оларға алма, банан, какао, сұлыдан жасалған тағамдар, бұршақ тұқымдастары және де түрлі табиғи йогурттарды жатқызсақ болады. Ас мәзірімізді табиғи құнарлы тағамдармен толықтырған сайын, ағзада дәрумендерге қаныға түседі. Сол себептен дәрігер сөзіне құлақ асып, пайдалы тағамдар тұтынуды әдетке айналдырғаныңыз жөн.